Міне достар, 1500 рублей шардым, процессы проверки. Баршаңызға сәлем достар, бүгін бейнероликте тағы да инвестиция арқылы табыс тауып көретін боламыз. Қазір сәтте біздің биржада 1419 USDT жиналды. Біздің марафонның басты мақсаты $2000 жету, яғни теңгелей шаққан кезде 1 миллион теңгеге. Қарап тұрсаңыздар, 75% орындалды, енді 25% ғана қалды. Бүгін назарымызда проекттің аты Nexus деп аталады. Бұл жақта біз ақша салып табыс тауып көретін боламыз. Бұл рублевый счет арқылы тек қана қабылдайды екен, бірақ та биржа қабылдай ма, қабылдамай ма, соны қазір бірге тексеріп көретін боламыз, және бұл жақта ақша тауып шығара аламыз ба, сонда қазір бірге тексереміз. Мен бұл жақтан қазір сіздердің көздеріңізше $15 шығарып көретін болам, және де ол счетыма келіп түсе ме, түспей ме, соны бір қарайтын боламыз. Қараңыздар, добро пожаловать в компанию Nexus Arti. Так, давайте работать вместе добиваться прогресса, вместе создавать блеск и богатство. Давай дейді. Енді переводчигі корявый аударылған екен. Бұл жақта ең бірінші бізге товар сатып алу керек. Яғни хайперлинктердің тілдерімен айту бойынша VIP статус сатып алу керек. Біріншісі бізде Goods 1, бұл бесплатное оборудование дейді. Яғни біз бұны тегін түрде ала аламыз. Бізге 5 күнде 62 рублей алып келеді екен. Подтвердить дегенді басамын. Получить дегенді басамын. Так, маған берілмеді, сондықтан әзірше бұны күту керек екен біз. В процессе деп тұр біздің статус, онда жақсы. Артқа өтеміз, бірақ та мен достар бұл жаққа 4000 рублей құйған болатмын. Қазір сразу маған 112 рублей келген екен. Мынау что-то түсініксіз. Ладно, жақсы. Товарға өтеміз. Мен қазір наяқта Goods 1-ді сатып алатын болам, который платно тұратын. Бұл жақта бізге 90 күнге 62 рублейден беріп отыратын болады. Инвестировать сейчас деп бассам, енді нақты бұл жақта қанша табыс табатынымыз бізге көрсетілмеген, сондықтан қазір калькулятор арқылы шешіп көретін боламыз. 62 рублейді көбейтеміз 90 күнге. Получается, біз 5580 рублей табады екенбіз. 3 айдың ішінде біз, получается, 2x жасайды екенбіз. Енді бұл сайт ұзаққа істей ме, оны беймәлім. Бұл жақта ешқандай гарантия жоқ, және страховка жоқ. Ақша салма кезде ол өз еркіндігіңізде, сондықтан сақ болыңыздар. Мен қазір осыған 2,5 рублей инвестиция жасайтын болам. Бұл доллармен есептеген кезде 25 USDT. Мен болды, мені сатып алдым. И не собранный процент 5937. Получается, достар, бұл не собранный процент. Сол кезде біз бұны осындай сумма аламыз, бірақ та әлі күнге дейін бұл біз жинамадық. Осындай общий сумма табыс табады екенбіз, бірақ та бұған уақыт керек, яғни 90 күн керек. Жақсы. Ендігі сәтте бұл жерде сіздер мысалы товарды сатып алу үшін, мен 4000-ді қалай құйдым десеңіздер, ол үшін главный деген бөлімге өтесіздер. И наяқта я хочу пополнить деген түйме тұрады. Осын басасыздар. И мына жерде мысалы USDT 320 таңдайсыздар. Осын вперед деген басасыздар. Және осы адрес кошелекқа сіздер мысалы $25 жібересіздер. Ол 2500 рублей. Немесе достар, егерде рублей арқылы құям десеңіздер, ол да тоже welcome. Ол үшін просто я хочу пополнить деген қайтан өтейік. Так. Басамын. Я хочу пополнить деген басамын. Рублей онлайн payment деген басайық. И мына жерде вперед деген басамын. Сумма пополнения может быть пустой дейді. Так, жақсы. Наяққа жазу керекпін. 2000 рублей деп, мысалы, или давайте 2500 рублей өз минимальный пакетіміз бізде. И вперед деген басамын. Қандай банкский карточка арқылы болса, онда өкінішке орай біз құя алмаймыз. Енді OnePay деп тұр. OnePay значит бізде бұл банкский карточканы қабылдайтын болады. Бірақ сіздер қазір толықтай түсіндіріп кетемін. Мүмкін бұл жақта бізде банкский карточка орыстардікі бар, қолданатын адамдар бар шығар, сондықтан қазір сіздерге жол-жолмен көрсетіп жіберетін боламын. Так, мына ВТБ банк екен, Александр деген, осы номерді жіберсеңіздер болады. Бұны тіпті Каспий Голдпен де жіберсеңіздер болады. Просто ол жақта өзінің комиссиясы ұстайтын болады. Достар, плюс бұл жақта лотерея деген нәрсе бар екен, яғни сіздер адамдар шақырсаңыздар, бұл жақта тегін бір лотереяны сіздер айналдыра аласыздар. Оны алу үшін айткендей партнерский программа арқылы адамдарды шақыру керексіздер. Партнерский программаны өзіңіз жеке сілтемеңізді, мына осы жерден аласыз, моя команда деген бөлімнен.
кооператив етіп аласыздар да, және де сіздер адамдар шақыратын боласыздар. Ой деген бөлімге өтейік, одан кейін мына жақта ақшаны қалай шешу керектігін сіздерге көрсетейін. Вывод деген түймесін басамыз. Так, установить сейчас, яғни біз қазір өзімізге пин код ойлап табу керек. Біз 6 саннан тұратын. Жақсы. Таптым. Ендігі сәтте, пожалуйста, выберите кошелек дейді. Добавить новый кошелек для снятия деген таңдаймыз. USDT 20 әрине. Және отправить деген түймені басамын. Все, мен отправить деп бастым, қайтадан басамын, аяқта өзімнің кошелегімді таңдаймын. Сумма снятия 1500 рублей деп жазамын. Мен достар ақшаны шығардым. История выводов дегенге кірейік. Міне достар 1500 рублей шығардым. Процессы проверки. Енді қазір менің Binance шотыма түсе ма, түспей ма, соны қазір ежге-тежгелей күтетін боламыз. Енді достар шығарған $15 түсті, бірақ та бұл жақта комиссия бар екен, бізде $2.25 тап қалған екен өкінішке орай, бірақ та енді $12 сәтті келіп түсті. Және келесі табысымыз түсе ма, түспей ма, оны мен өзімнің YouTube арнамда қысқаша видеоролик, яғни шортс видеоролик ретінде шығарып отыратын боламын. Сіздермен болған Қайрат, келесі көріскенше достар.